Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Сіздермен бірге қазақша FIFA арнасы. Бүгін біздерде деген 2-3 күн өтті алдындағы видеодан. Бүгін біздер деген осы FIFA-да обновление шыққан болатын, 1 апта ба 2 апта ма өтіп кетті ше. Енді соған қазір біздер деген обзор түсіретін боламыз, көреміз қандай не шыққанын. Ең бірінші бұл кезде бізде деген сезон дивизион Royals'ның сезоны аяқталған болатын, соның наградасын алайық. Так, бұл жерде бізде так алайық. Так, мына жерде ешнәрсе болмаған бізде. Так. Получить награду дейді, басайық. Так, X. Так, мына жерде бізде награда конца сезона дейді. Так, 500 универсальный жетон и Гиндоган тағы да игроктар берді. Так, келесі бұл жерде 8000 жетон и сосын игроктар берді. Енді так, мынау не нәрсе? Награда конца сезона дейді. Так, қанша жерден көре алмай қалдым. Так. Подарок в честь обновления годовщины дейді. Так, бұл жерде не береді екен, көрейік. Так. Италия. Вратар. Кім екен? Бұл бізде Буфон екен, 94. Так, және де мына жерде 91 Масcherano беріп тұр екен, осында алып алайық. Жоқ, так, мына жерде 500 самотет тоже алып алайық. Мен деген что-то басым бар, қатты ауырып тұр ше, сондықтан да осыны жай шығып жатыр алдым, Так, басып қатты ауырып тұр ше. Так. Так, мына жердегі қалма көп шығыпты, деп бүкіл X-ке басты. Так, ең біріншіден бізде қараңыздар, неміз өзгеріпті, яғни фон, Азар, Буфон, Беллингем, сосын Атакмет көрме алдым, PSG-ның бір игрогі. Так, мына жақта бізде игроктарымыз. Так, мынандай ауыстыратындар қойыпты, новыйдан да қарай алатын, типа қайсы сатылады, қайсы сатылмайды деген секілді. Так, Гиндоган дейді, 826 мың дейді, давайте сатып тастайық. Так, Эрера бізде дұрыс оқыдым ба, 764 мың дейді, бұл ешім алмайды екен, тұра берсін. Так, мынаны алады екен, бар нәрсе дейді, 417 мыңға, давайте сатайық. Так, мынау ше Ди Лорензо, 430 мың алады екен, сатайық. Педри, так. 1,5 миллион алдық, бізде 4 миллион 638 мың 262 FIFA ақшамыз. Так, годовщинаға кіреміз, Беллингем шықты. Плюсы, бір нәрсе, мына жерде абонемент бар дейді. Так, неделе бір наградасы 94 пен 99 арасындағы игроктардың біреуі береді екен. Так. Нападающий, ноунейм, да? 94 нападающиймен бір форма берді. Так, қалғандары апта күту керек. Тағы да 91 Масcherano берді, жақсы. Так, енді келесі асын приветствуем вас в основной главе дейді. Так, мына жерде бізде ойнайтын жер бар екен, Начатты басып ойнайсың. Так, мына жақта деген Александр Арнольдты береді екен. Начатты басатын болсақ, не болады екен көрейік. Так, осындай бізде ойнайтын ойындар ашып алады екен. Нарушитель дейді. Мынандай 150 жетон береді. Так, мына жақта бесплатно береді екен. Так, мына жақта ше. Мынау бізде обмен, по-моему, Ал мына жақта біз атака ойнау керек. Ал мынау бізде матч кәдімгідей. Жоқ, кәдімгі ботпен матч қосындай матч бар екен. И мына жақта бізде так мындай обмендер бар екен. Так, приветствуем вас в главе награды деген кезде басайық. Мына жерде Азарын суреттік. 99 жүзбек. Так, мына жерде что-то очкомен бір нәрсе жасаймыз, алып. Дополнительный подарок дейтін бар екен. Так. Басып, мына жерден пак сияқты заттар ашады екен бізе. Так, мына жақта бесплатно анандай беріп жатыр екен. Набор годовщины дейді. Так, ең сонда 97 мен 100 ба, сондай береді екен, Так, распродажа деген вкладқа кірейік. Бұл жерде деген енді
бізде әлі ашылмапты достар, 19 сағат дейді. Мына жағында что-то дым жоқ. Так, мына жерден біз тоже игроктар аламыз ба, сөйтеміз. Енді галереяға келетін болсақ, так, ежедневный бонус дейді. 70 пен 94 арасында, бұны да бесплатно екен алайық. Так, ямай достар, мен есіне отырмын. Кешірім сұраймын достар, алып тұрдым. Так, келесі бізде футбольный центр дейді. Давайте осы жерден 95 эндерикті береді екен достар бізде. Бірақ та бұл енді керек емес енді әрине. Бірақ сонда да. Так, добро пожаловать в футбольный центр. Ключевые бірнәрсе исследуйте анау-мынау. Так, эндерикті аламыз біз. 95 нападающий. Так, мына жақта. Короче, осындай. Так, мына жақта обмен дейді. Так, Атлетико Реал Мадрид игроктарын обменмен алса болады екен. Так, ключевой матч дейді. Мына жерде матч ойнапсақ, жетон ұтсақ болады екен. Мынандай біреуін таңдайсыңдар. И потом ойнап жетон ұтып, соған бірнәрсе ауыстырамыз ба, сондай бірнәрсе. Так, мына жағында тоже так, YouTube анау-мынау так, подписаться дейді, өздерінің рекламасы. Так, мына жақта бізде .w дейді, бұл бізде ашылмаған екен. 26 сентябрьде ашылады деп. Так, енді тағы да не бар бұл жақта көретін, по-моему, ешнәрсе жоқ секілді. Так, давайте главный жерге қайта салайық. Так, бізде новыйдан звездный абонемент шыққан екен, я новинка деп тұр. Так, мінеке қараңыздар. Так, енді бізде 23 самоцветов бар айтпақшы. Сол 23 самоцветовқа давайте не асамыз ба. Так, айтпақшы дивизион револста бізде наградаға шықпапты, я енді шыққан кезде ашатын боламыз. Короче, так, достар, енді біздерде деген дивизион револстарымен что-то шықпаған секілді, әлі де қараңыздар, мына жақта что-то таппай жатырмын очкосына. Так, мына жақта мынандай. Так, FIFA points и самоцветы дейді. Так, рекомендация крик. Так, мына жерде бізде 15 мың екен, я, максимальный. Так, 5 силерді ақшамен. Так, мына жақта 22.500 екен максимальный. Так, одан кейін уже звездный абонемент дейді екен. 22.500 самоцветовқа давайте погашамыз. Кеттік, давайте не істедеген көрейік. Давайте. Так, Италия. Полузащитник Фиорентина. Бұл бізде 98 KO дейді. Продолжить басамыз. Так, давайте. Так. Моя команданың басалайық. Тимбердің орнына осы KO дені қойып көреміз ба? Бірақ та Тимбер мықты енді, өйткені деген ол тренировкамен тұр, по-моему. Сондықтан мықты болып тұр, әйтпесе білмедім енді. Так, енді рынокқа кіреміз ба, не істейміз? 570 самоцветіміз қалыпты біздің. Так, бұл жақта енді бұл ема кейде деген сатып алма не? Так, статистикасы что-то слабый секілді, я? Так, Тимбердің статистикасын енді прокачанный болған нормально. Так, 25.300.000 дейді. Сатып алады, бірақ та алайын деп жатқан ешкім жоқ екен, сонда да қоя салайық. Так, Эрераны бұның алдында алмап еді, енді алады екен. Давайте бұны да сата салайық. Так, Педри ше. Так, Педриде де 430 мың алады екен, давайте сата салайық. Так, Эйзу Перес дейді. Так, енді не істейміз? Так, Чахонова 28 миллион тұрады бізде. Так, достар, бізде деген атаканы ауыстыру керек не еше ақша жинап. Так, 1.300.000, так, оны сатылмапты бізде. Так, достар, келесі бізде форманы ауыстырып тастапты. Қараңыздар, 2024-2025-ін формасы Барселонаның новый формасы. Новый формалары, короче, уже
загружить етіп қойыптығынан қарағандар өте әдемі. Так, мынау врезі бізде қара түсті, өте әдемі. И және де үйде осындай көкпен қызыл және золотистый сөзбен жазылған, өте әдемі. Так, бізде доптардың ішінде қандай доп бар екен? Так, мына доп әдемі ме? Осыны қоя салайық. Так, енді біздеген внешний видта бізде бутсы бар екен. Так, мынандай бутсы бар екен. Қара мен қызыл дейді. Давайте осыны қоя салайық. Как раз біздің формамызға тоже келеді. Врездағы формамызға и логотипқа өзіміздің командамыздың логотипін қоя берейік, достар. Так, бізде осындай форманы өзгеріпті. Так, Зайыр Эмери екен ол бағана білмей жатқанымыз. Так, бізде осындай обмендер бар екен. Так, ананы біз аша аламыз, бірақ та біз деген так Масcherano'ларды қырып жібергіміз керек екен, достар. Не істейміз ба, істемейміз ба? Так, бұл жерден 95-тен 103-ге дейін түсуге болады екен. По-моему, үстеуге болады, достар. Не істейміз? Так, давайте онда аша берейік, достар. Так. По-любому бір Масcherano кету керек болып тұр. Жоқ, біреу емес, екеу ма сондай. Давайте ашайық. Так. Ноғандай? Шотландия ма? Топ дейді. Наполи. Бізде бұл Гилмоур және Миранчик түсті. Енді ашамаймыз, өкінішке қарай. Топовый дым түспеді, сәк. Так, мына жақта тоже бізде игрок жетпейді екен. Так, мынау осындай ауыстыратын жер. Так, мынау монета. Так, мынау мынандай, түсінікті. Так, рынокқа кіріп қарайықшы, достар. Бізде қандай игроктар бар екен? Так, бізде бүкіл Масcherano кетіп қапты. Так, достар, бізде қараңыздар. Все, бізде обменге қайтадан пактар қосылды. Дивизион райвалсының обменіне 96 мен 103 арасында. Давайте ашып көрейік. Так, бұл бізде қандай? Индия ма? ЛВ, Villarreal, Пепе дейтін түсті, достар, бізде 97. Villarreal'да ойнайды екен, Так, келесі. Так, бұл бізде Tots, по-моему. Tots екен. Испания, ЛЗ, Байер. Бұл бізде Гримальдо 99. База жоқ, достар, нормально. Так, келесі. Тоже Tots. Англия, ПЗ, Рейнджерс. Бұл бізде сатылмайды екен. Так, бізде енді 1350 не қалды. Енді бізде аша алмаймыз, достар. Так, все. Так, енді клубқа кіріп Каптевелланың орнына біздеген мен Гримальдоны қойғым келіп тұр, достар. Себебі чота соңғы кездері Каптевелла слабы болып қалған секілді. Скорсты ма, Баганас ма, оны түсінбедім. Так, Гримальдо бізде 99, Налды 99, бірақ та біздің Гримальдомыз 5 тренировка 99. Так, мына жерде бізде қанша игрок кетеді? Так, мынауға кетеді екен, Бір Масcherano алып алатын болсақ, чтобы Гримальдоны 100-ге көтеру үшін, по-моему. Так, все, онда давайте Масcherano алайық. Біреу. Так, мына жақта
Гримальдоны өзге қалайын деп тұр. Бізге как жетпейтін секілді, по-моему, или жетемейді. Я жетеді екен достар, прикиньте. Давайте онда сразу екі масқараны алайық, чтобы Гримальдоны 100-ге дейін көтеріп аламыз. Так, все, бізде енді 95 мен 100-ге явно как жетпейді бізде. Так, онда әрені қақырып көрейік достар. Бізде Каптивилланы 44 миллионға алады екен, прикинь. Базар жоқ. Так, Гримальдо болса, бізде нормально статистикасы 43 миллион 500 мың дейді. Так, біз бұны 43 миллион 500-ге сататын болсақ, біздің өзіміздің қолымызда, так, қанша бар бізге пызы керек, 20-30 миллион, так, 70 миллиондай бар, я. Гримальдоның орнына қандай ЛЗ алсақ болады деген ой ғой менде. Либо керек емес, я помню, Гримальдоны өзін қоя берсек болатын секілді. Так, бізде сатылмайтын Гримальдо, мынау сатылатын Гримальдо, я. По-моему, керек емес, бізге пызы, ЛЗ Гримальдоны қоя беретін боламыз. Так, онда не істейміз, давайте клубқа кіреміз. Каптивилланы басамыз, Сменитті басамыз, Гримальдоны қоямыз. Либо Каптивилланы несін ауыстыру алу керек еді, по-моему. Я достар, Каптивилланы қайтадан орнына қойық. Мен осыдан шатасып кете берем ше. Так, басамыз. Перенос тренировки. Гримальдоны қоямыз. Переносты басамыз. Подтвердитті басамыз. Все. Так, Гримальдоны 5-ші тренировкаға көтеріп тастадық. Енді деген Каптивилланы Сменитті орнына Гримальдоны қойып, Гримальдоны 100-ге көтеретін боламыз. Так, Гримальдоны басамыз, тренировканы басамыз. Так, далее. Так, бізге үйретіп жатыр. 2 жыл болды ойнатқан, почти 3 жыл. Қайдаға үйреткен деймін да. Масқараны басамыз, повышение рангын басамыз. Все достар, біздер деген Гримальдоны 100-ге көтердік. Енді очки навыковты басамыз. Бұл жерден бізге әрине оборонаны таңдаймыз достар. Үйретпей ойныш өтініш. Оборонаны таңдаймыз, подтвердитеміз. Достар, артық достар шығып жатыр, кешірім сұраймын, себебі мен деген что-то настроение болмай ауырып жатырған секілдім ше. Сондықтан солай. Так, Каптивилланы қайтадан орнына қоямыз. Орнына қойып тастасың ғой Каптивилланы. Так. Қалған тренировкасын тоже Гримальдоға лақтырып тастаймыз. Сменит етіп, орнына Гримальдоны қоямыз. Так, бізде Гримальдода 9 болып қалды еді. Енді оны 10-ға көтеру керекпіз, потом 100-ге көтеретін боламыз. 4-5 секунд керек екен көтеру үшін, так көтердік. Енді деген масқараны басамыз да 100-ге көтереміз. 100-ге. Так. Все. Очки навыковты басамыз. Оборонаны басамыз, подтвердить басамыз. Все достар. Біздің общийіміз әлі де 100 болып қалды. Жарайды, нормально. Так, енді бізде деген рынокқа кіріп Каптивилланы сатайық достар. Сосын оның орнына басқа игрок алатын шығармыз. Так, 44 миллионға алады екен. Давайте подтвердитті басамыз. Мбаппені 35 миллионға алады екен. Мбаппенің статистикасы негізі мықты достар. Сондықтан, по-моему, керек емес деп ойлаймын. Енді бұл Мбаппеден де мықтылар, бірақ арзанға шығатын кезде, может сол кезде сатамыз. Қазір пока Мбаппе негізі жарап тұр достар, өзінің состояниесінде нормально тұрар. Вот Саканы қыртуға болады негізі.
Так бізде Captivio неге сатылмай кетті түсінбедім. Так, повторная продажа басамыз. 44 миллионға 48 миллион сататын адамдар бар екен уже. Жоқ, все. Сатып қойды біз достар. Ё-моё, достар. 4,5 миллион комиссия дейді, неге ондай алып тағамыз түсінбеймін ше. Так, гүлдердің статистикасы мықты достар. Осының орнына бір таба аламын ба деп ойлап тұрмын. Енді білмеймін, гүлдердің орнына солды қоям ба, қоймайым ба, көреміз. Запта бізде қандай игроктар бар екен. Так, біздің бағамызға жететін Ройс бар екен, 99. Так, Гризман бар екен. Опа, достар, Гризманның статистикасы, по-моему, жақсы, Ройстан қарағанда. Так, Дани Ольмо дейді, 98 екен, Так, керек емес, бізге 98, по-моему. 99 осы бізде вариант. Гризман. Так, Мбаппені 30 лямға сататын болсақ, бізде примерно 100 лямдай болады, 100 лямға бізге Мбаппенің орнына бір нәрсе ала аламыз ба, хотя бы. Ойбай, ала алмаймыз. Вот сондықтан да айтқаным, Мбаппе өзінің орында состояниесінде тұра берсін. Ала аламыз Леон, бірақ та оның статистикасы по-любому Мбаппеден төмен болады, Нангада төмен болады. Сондықтан да мен ойымша Мбаппе тұра бергені дұрыс деп ойлаймын. По-любому Мбаппе тренировкамен тұр, сондықтан да тұра бергені дұрыс болмаймын, Так, Сакан вот қатуға болады негесе, бірақ орнына игрок таба алу қиын секілді ме қалай? Так, Бейл 400 миллион. Так, Демспей керек емес бізге достар. Давайте Гризманды ала салайық достар. Так, мой заявки. Күтеміз. Так, все. Гризман біздікі. Так, енді бұны сасыфға қойдың болсақ, оверімізді түсіп тастаймын екен, түсіп тастамайым екен. Так, көпқа кіреміз. Моя команда. Гюлер 98, орнына 99. Гризманды қойсақ, по-любому бізде овер 100-ге түсіп қалады екен мінекей. Сондықтан да менің ойымша бұны тренировка жасайтын бізде по-любому 5-ке тренировка жасау болады әрине. Бірақ та по-любому оны көтеретін 100-ге бізде Масхерано жоқ достар. Так, сондықтан да менің ойымша жарайды, давайте 5-ке көтеріп тастай салайық. Гризманды. Так. Бұны по-любому Гюлерді Гризман орнына қоя саламыз. Ал Гризманды біз Масхераноны алған кезде, яғни көтеретін Масхерано алған кезде бірақ қоятын боламыз. Так, біз мынаны тоже аша алмаймыз, бізде ешқандай игрок жоқ екен. Так, достар, бізде осымен видеомыз аяқталды. Видеоны салайықтарыңды басып, жазылып, комментарий жазуды ұмытпеңдер. Келесі видеоларда қандай видео түсірейін, комментарий жазып кетсеңіздер болады, және де описаниеде тұрған мен екінші Black-Rush түсіретін каналыма да жазылып кетсеңіздер болады. Достар, менде деген 370 подписчикке жетіппіз. Давайте тез 400 подписчикке жеткізіп достар. Давайте осы видеоның соңына дейін көрсеңіздер, сіздерге алғысым шексіз. Жазыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, колокольчик басыңыздар. Сіздермен бірге болған қазақша FIFA арнасы келесі кездескенше пока-пока.